Еске алумен өлең жыр оқылғанда, өртес егер жүректі жалын ішкі, мәңгілікке аттанған жақын жанға жеткізе алмай, айта алмай сағынышты. Жақсы жанның дәріктеп жүрген көшін, өмір жолын ұрпаққа құрыптауға, көз алдынан өшірмей нұр бейнесін, ұлы жанды тиіс біз ұмытпауға. Меңдігериева Күлән Меңдігерейқызы анамыз Батыс Қазақстан облысы Чапаев ауданы Алғабас елді мекенінде 1953 жылы 3 қаңтарда дүниеге келген. Апасы Өзипамен Қоңыршадан кейін 3 қыздың кенжесі. 1959 жылы дүниеге келген. Алғабас орта мектебіне қабылданады. Мектепте 1969 жылы үздік бітіріп, 1970 жылы Орал қаласындағы педагогикалық институтына, филология факультеті қазақ тілі әдебиеті мұғалімі мамандығына түсіп, 1974 жылы тәмамдап шығады. Бір курс оқып жүргенде, болашақ жар әкемізді кездестіріп, 4-ші курсты бітіріп, Оспановтар әулетіне келін болып түседі. Сол жылы Ақтөбе облысы Әйтеке би ауданы Ақкөл елді мекеніндегі мектепте алғаш еңбек жолын бастайды. 1974 жылы тұңғышы Шынар дүниеге келеді. 1981-1988 жылдар аралығында әкемізді аудан орталығы Қарабұтаққа райком партия инструктор етіп жібереді. Анамызды аудандық оқу бөлімінде әдіскер болып жұмыс жасайды. Өзінің ерекше қабілеттілігінің арқасында мамандығының білгір маманы болып көзге түскен болатын. Басшылықпен де әріптестер арасында өте сыйлы, абыройлы, адамгершілігі мол, сүйген кәсібіне жан тәнін салып қызмет еткен маман еді. Оспановтар әулетіне келін болып түсіп, жолдасының қарындастарынан қамқорлығын аямады. Әкеміздің кіші қарындасы Жамалды мектеп табалдырығына алғаш рет жетектеп апарып, мектеп партасына отырғызды. Және бір қарындасы ұстаз болуға талпынған Дариғаны Орал қаласына оқуға түсіруге өз септігін тигізді. Бағила қайын сіңлісіне өмірінің соңына дейін қолдау демеу көрсетіп келді. 1988 жылы әкемізбен бірге Ақтөбе облысы Құрайлы елді мекеніне жолдамамен жұмыс орнын ауыстырады. Құрайлы мектеп интернатында соңғы 25 жылын арнап абыроймен зейнетке шығады. Дүниеге 4 қыз, 1 ұл келеді. 1974 жылы Шынар, 77 жылы Жасұлан, 79 жылы Гүлнар, 85 жылы Гүлдана, 89 жылы Радана дүниеге келеді. 1995 жылы кеңестік дәуірдің совхоз тарқаған, қиын қыстау уақытта әкеміз бен анамыз бір-біріне демеу болды. Кейбіреулер қиындыққа шыдамай мамандықтарын тастап жатса, әкеміз бен анамыз қиындыққа төзіп, өз мамандықтарына адал болып қалды. Ата-анамыз осында еңбекпен ұл қыздарына, ауылға, тума-туысқа үлгі болды. Анамыз осына өмір атты үлкен сапарда әкемізге адал жар, балаларына аяулы ана, ағайынға сыйлы келін бола білді. Үлкенге құрмет, кішіге ізет жолын ұстанатын. 2015 жылы Асқар Тау әкеміз кенеттен қайтыс болып, барлығымызды есеңгіретіп кетеді. Анамыз көз тірісінде немере жиендерін Назерке, Өркен, Сүлеймен, Дилназ, Ернұр, Әнжу, Мерверт, Төрехан, Динара, шөбересі Димашты көріп кетті. Ол қыздарының барлығы жоғары білімді. Анамыз бен тәтті кездер ойға оралғанда, еріксіз көзге жас алып, анамыз қасымызда болып, маңдайымыздан сүйіп айналайын деген сөзі ыстық сағынышқа ұласып барады. Анашым, сенің айтқан әрбір сөзің ақ тілегің әркез жадымызда, мәңгілік жүрегімізде.